Егер де сен AliExpress сайтындағы тауарларды 15% жеңілдікпен алғың келсе, VPN-нің кэшбэк сервисін пайдалан. Сілтемесі видеоның астында. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі видеомызда VPN кэшбэк туралы сөйлесетін боламыз. Ал ендеше бастайық. Ең біріншіден алдыменен VPN кэшбэк сервисінің сілтемесіне кіріп, VPN кэшбэк сервисінің сайтына өтеміз. Достар, ең бірінші қадамымыз ол регистрация болады. Яғни басынан тіркелу болады. Оны тіркеліп, бірақ войти в личный кабинетті басамыз. Біздің жеке кабинетімізде осындай бір статистика болады. Осы адамды басып, мой профилға кіреміз. Көріп отқандарыңыздай осындай болады. Және де достар, біз біріншіден инструменттермен, құралдармен танысайық. Мен өзімнің көп қолданылатын құралым бұл партнерская ссылка болады. Яғни партнерлық сілтеме. Және де екіншіден мен осы привлечение рефералсты қолданатын боламын. Осы екі сілтемені арқылы мен осы VPN кэшбэк сервисі арқылы жұмыс істейтін боламын. Ал ендеше бастайық. Бірінші партнерская ссылкамыз бұл, соның ішіне кіріп таныстырайық. Көріп жатқандарыңыздай менде көп сілтемелер болады екен. Бір сілтемені алып көрсетейін. Алдыменен AliExpress сайтына кіреміз. Астыға түсіп, қалаған бір тауарға кіреміз. Мысалға, осыған кірейік. Осы үстіндегі сілтемені бірлет басып, көшіріп алып, және де осы жерге атын жазамыз, не тауар екенін. Мысалға, мен 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жазайын. Енді жаңағы көшіріп алған сілтемені осы жерге қоямыз. Ctrl-V мен. Создать партнерскую ссылканы басамыз. Бұл өзі автоматтық түрде осындай бір сілтеме шығарып береді. Біз бұл сілтеме көп болса, сокращение, яғни қысқартып шығарса болады. Егер осы сілтемені көшіріп алғымыз келсе, осыны бұлай көшіріп аламыз. Және қалаған жерге салсақ болады. Мысалға осылай. Достар, сонымен қатар бұл VPN кэшбэк сервисі әр сатып алған тауарға 15% кэшбэк береді. Ең көп кэшбэк ол AliExpress сайтында болып келеді. Сондықтан мен AliExpress сайтында көп қолданамын. Егер достар, мен сияқты қазір мен бүгінгі видеода қалай ақша табу керек екенін көрсететін болам. Егер сіздерде осылай ақша табуларыңыз келсе, сілтемесін видеоның астына қалдырып кететін боламын, тапсаңыздар болады. Достар, қазір біз осы VPN кэшбэк сервисі арқылы тауарды сатып алып көрейік. Біріншіден біз сілтеме дайындау керек боламыз, яғни партнерлық сілтеме. Ал мен бұл партнерлық сілтемені дайындап қоятын болғанмын, қазір кірейік. Мысалға міне, чехол Meizu M3S. Осыға кіреміз, осы скрепканы басып, сокращение басамыз. Және де осы файлды 2 рет басамыз. Новый вкладка ашып, Ctrl-V-ді бассақ, осы жаңағы сілтеме шығады, және Enter-ді басамыз. Бізді автоматтық түрде AliExpress сайтына айналдырып жібереді. Достар, қазір біз осы тауарды сатып алатын боламыз. Бұл тауардың қалай ақша түскенін көретін болсақ, біз осы личный кабинеттегі статистикаға кіретін боламыз, соң транзакцияға кіреміз. Мұның ішінде біз көріп жатқандай, мен көп осы 5-нен 6-сына дейін 2 тауар сатып алған болатын. Қазір осы 2 тауардың қанша түскенін көретін боламыз.
Бұл тауар 0,60 долларға бағаланған, бізге 0,4 доллар түсетін болған. 2,34 долларға сатып алынған тауардың 0,19 доллары бізге қайтып келеді. Көріп жатқандарыңыздай, бұл жерде егерде сатып алсақ 6,35 деп жақшаға да алынса, ол егерде сол тауар, заказ берген тауарыңыз қолыңызға келіп подтвердить етсеңіз, бірақ осы ақшаға, яғни өзіңіздің жеке ақшаңызға түседі. Сонымен қатар достар, бұл жерде біз кошелектарды добавить ететін боламыз. Егерде Kiwiге бассақ, бұл жерде комиссиясы 6%, ол көп деп айтсақ та болады, бірақ солай екен. WebMoney'да бар, ол доллармен және де рубльмен бар, бұл 5%, 5%, 2%, осы ең жеңіл болып келеді. Осы жерге кошелектарыңызды қойсаңыз болады. Мына көргендеріңіздей достар, доступно 2,55 доллар, ол біздің теңгемен шаққанда 700 теңгедей болып қалады. Қазір көргендеріңіздей достар, біз осы тауарды сатып алатын боламыз. Осы чехолды Meizu M3S қазір көретін боламыз. Мына бір рет бастық, осы маған керек. Достар, егер де өздеріңіз керек болса, мына жаққа бір комментарий жазсаңыздар болады. Егер де бір мысалға комментарийді алатын болсақ, сатушыға тезірек тауар маған керек деп жазсаңыз, ол тезірек келуі мүмкін, және де жақсы қапта десеңіз қаптауы мүмкін. Осылай осы комментарийға жазсаңыз болады. Көріп жатқандарыңыздай, менде банктың карточкасы жоқ, сондықтан другие способы оплаты, бұл жерде WebMoney, Kiwi кошелек, Visa, MasterCard кіреді, ал енді подтвердить и оплатитті басамыз. Басқан соң, достар, сіздерде басқа окно шығуы мүмкін. Менде осындай окно шықты, өйткені мен өз нөмірімді осы жерге тіркеп қойғанмын. Тезірек оплата жасау үшін, көріп отқандай 1 доллар 34 центке бағаланды жаңағы тауарымыз. Ал енді заказ берсек болады. Оплатить сейчас басамыз. Міне достар, көргендердей, спасибо за вашу платеж деп тұр. Бұл AliExpress, бұл тауарды 5 күн ішінде тексеретін болады. Мен жіберген ақшамды, және де егер сізге сатушы соткаңызға сообщение келеді, AliExpress сайтынан немесе компьютерға келеді, трек номер беретін болады, және де заказдың номерін береді. Ал достар, қазір мен EPN кэшбэк сервисіне кіріп, осы тауардың қанша түскенін көрсем болады. Транзакцияға қайттан кіреміз. Қазір достар, бұл 5 минуттың ішінде кіретін болады, түсетін болады. Ал енді қазір күтейік. Ал достар, көргендеріңізде жаңағы біз чехолды сатып алған ақшамыз бізге өзімізге қайтып келді. Міне достар, көргендеріңізде біз жаңағы чехолды 1,34 долларға сатып алған болатынбыз, ал бізге 0,108 доллар өзімізге қайтып келді. Біз бұл соманы шығаратын болсақ, біріншіден бізге доллардың теңгеге айналдырған курсы керек болатын 313,17. Осыны қазір жазып алып 0,108-ге көбейтетін боламыз. 25 тиыны түсіп тұр, бізге 25 теңгесі түсіп тұр. Жаңағы Meizu M3S смартфонына алған чехолдан бұл 25 теңгесі бізге өте аз деп айтсам да болады. Егер де сіздер мысалға 125 долларлық смартфонды сатып алатын болсаңыз, ол смартфонның 40 доллары, кем дегенде 40 доллар түсетін болады. Және де достар, сіздер егер де AliExpress сайтынан тауарларды сатып алатын болсаңыздар, ең біріншіден сіздерге айтар кеңесім, ол тауардың біріншіден қанша жұлдызшаға бағаланғанын қарап, екіншіден осы тауардың отзывтарын қарауларыңызды сұраймын. Сол кезде ғана сіз алданып қалмайтын боласыз. Міне көргендеріңізде осындай бір
сатып алушы Ресейден жазған удобная сумка стоит своих денег, доставка месяца. Бұл өзінің сатушыға білдірген лебізі деп айтсақ та болады. Егер де осындай жақсы комментарийлар көп болса, бірақ сатып алуларыңызды сұраймыз. Мысалға, бұл тауар 1500 теңге деп алсақ, бұл тауардың біздің теңгемен шаққанда 200 немесе 300 теңгесі кэшбэк болып өзіңізге қайтып келетін болады. Достар, айта кететін жай, тағы да айта кетейін, осы тауарды заказ бергеннен кейін 6-да 43 түсіп тұрса, егер де бұл 6-да 43 тұрған тауар келсе, бірақ осы жерде түседі. Жақшаның сыртына шығатын болса, сіз сол соманы шығара өзіңіздің смартфоныңызға немесе Kiwi кошелекке шығарып алуларыңызға болады. Достар, егер де осындай видеоларды VPN кэшбэк сервисі арқылы мен тағы да 3-4 видео дайындап қоятын боламын. Егер сіздер сондай видеоларды ұнатсаңыздар, комментарияға жазып, лайктар аямай басып отырыңыздар. Егер де сіздер де мен сияқты ақша тапқыларыңыз келсе, видеоның астына сілтемесін қалдырып кететін боламын. Көріп жатқандарыңызда мен бір айда көп тауар заказ беретін боламын, маған $6 қайтып келді. Екеуін қосқанда $8 деп айтсам да болады. Достар, бүгінгі видеомыз осы. Егер де видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен болған қазақша AliExpress арнасы, келесі кездескенше.